Қамқалыңыздар, қарсылығыңыздар, Айшадай қылықты қыздарыңызда. Ақжібек шоу қыздарымен. Ау жеңеше, шырқалған ән, күмбірлеген күй, той думанның болу себебі не? О не дегенім келін-ау? Бүгін біздің кішкентай бүлдіршініміздің тұсау кесер тойы. Ай келін-ау, есіңде болсын. Тұсау кесер тойы қазақтың ең қасиетті тойларының бірі. Баланың тұсауын көбейіп көгерсін деп көк шөппен, дәулетті бай болсын деп малдың топ шегімен, ешкімнің ала жібін аттамасын. Адал болсын деген ниетпен ала жіппен кескен. Демек, келін-ау, бүгінгі кішкентай бүлдіршінімізді ортаға алып кіріп, бізге бұйрық алып отыр екен. Көпшіліктің көтеріңкі көңіл күйін, көргісі шаттықпен қуантып, осы әулетімізге бақ болып қонып отырған, елді шаттандырғалы отырған бүгінгі біздің періштемізді қарсы алайық ағайын. Айша қыздарыңыз келді ардақты ағайын. Енді рұқсат болса, қазір Алла қалап тұсауын кесіп олайық. Тұсауын кесуге де анамынау азамат-азаматшаларға берілмеген ғой. Өзінің ерекше орны бар, ортада ерекше жолы бар кісілерге берілген болатын. Сол енді салтсақтап әдет ғұрыптарында мен ортаға біздің Айшамыздың әкесі, Ернарымыздың екінші аяулы анасына айналған Динара анасын шақырайын. Келіңіздер, Динара апам қайда екен? Динара әке, жолыңызды берсін деген арам тілек ниетпенен. Енді алажып бәрі дайын шығар, дайындап қойыңыздар. Қазір Айшамызды түсірейік. Қайсыңыз? Мамасы, папасы кім түсіреді? Өздеріңіз ба? Қыздар түсіре ма? Қыздар түсірсін. Шалқып жатқан айдынымда түспейм деп отыр Айша. Ал енді бисмиллахир-рахманир-рахиміңізді айтыңыз. Динар апа, сөйтіп өзіңіз ала жібін шексіздік белгісімен байлай қойыңыз, базатын қадам шексіз болсын деп. Айша. Кеш жарық, құрметті қонақтар, тойымызға қош келдіңіздер. Ернар ботам, Меруерт, тойларың құтты болсын. Құлыным ботақаным Айша,
Қадамың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Парасатты, тәрбиелі, өнегелі, инабатты қыз болуға Алла тағала нәсіп етсін. Басқан қадамың оңнан болсын. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Күрмеуіңді кесейін, шешейін, тұсауыңды кесейін. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Ақжолдың бір жақсы етіне қоя қойыңыздар. Ешкімнің ала жібін аттамасын деген тілегін етті. Ала жібі байланып жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрдің жолын. Ал, микрофон берейік, әндетіп соғын кесіп алайық. Ай, бәрекелді, қол салымыздар. Қайдай бастырайық. Тұсауыңды кесейік, салып ата салтына, ертелер сені сүйіп, қызмет ет халқына. Аттай құрмет бүлдіршін, ала жібін басқаны. Бейбіт нұрлы күн көсіп, ақшақ болып аспаны. Адымдағын әйбітпен, жатыбағын тәйбітпен. Әйбітем, тәй ташы, тәйбітпен. Қаз балам, қатпасын көз балам. Түскіліңді көсейін, тұсауыңды кесейін. Түскіліңді көсейін, тұсауыңды кесейін. Қаз басы ғой қарағым, қотты болсын қадымым. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қаз басы ғой қарағым, қотты болсын қадымым. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қаз балам, тақымыңды жаз балам. Қадамыңа қарайын, басқаныңды санайын. Қадамыңа қарайын, басқаныңды санайын. Қаз басы ғой қарағым, қотты болсын қадамым. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қаз басы ғой қарағым, қотты болсын қадамым. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Ой, рахмет. Ал енді Айшамыздың алдына кітабын қояйық. Мына жаққа алып келіңіздер. Домбырасын қояйық, Дина басындай күйші болсын деген тілегетпен қазақтың төлтөңкесін қояйық. Және де алдына жақындатыңыздар, қайсысын алғанын көрейік. Мама ақшасын ал деп жатыр. Не моего көшеге тұрған жатыр ғой. Алдына қарай көтеріп жақындатыңыздар. Қайсысын алады екен? Айша, ала ғой. Не қолы беріп алады екен? Қайсысын аласың? Домбыраны аш, пожалуйста. Алма, біреу кетіп кетті. Қайсысын аласың? Ала ғой, Айша. Ақша алған жоқ. Ақшаны ал деп жатыр. Жақындап көтеріп жүріңіз, қыздар қайсысын алады екен? Қазақтың төлтөңкесін алып жатыр, қол соғайық, қошемет қылайық, құдай қаласа. Төлтөңкені басқаратын бастық болсын, үлкен азаматша болсын деп жатырмыз, рахмет. Арпал азаматша болсын. Бір суретке түсіп алыңыздар, ақылмен бірге.